Ал мен вот келдім. Мына жақта уже барлығы жиналып қойған, тамақ ішіп жатыр ана жақта. Как всегда кешіп жүрем, как всегда. Бүгін барлығы әдемі болып жүр ғой. Что там? Қыздар? Бәріміз десейсің. Мен өзім ерекше әдемі ғой де. Тасай. Тасай. Сразу айтып қояйын десе. Барлығы әдемі болып отыр, бірақ барлығы өзінің телефонда. Блогерлермен жиналсан осы? Иә? Наверное. Не жиятсың? Эй! Эй! Белла? Кадиллак, это новый Кадиллак, новый деньги, делать деньги, делать деньги, это так! Давай! Барлығымыз киімімізді ауыстырып алып, енді екінші жерге келдік. Мына жерде суретке түсіп жатыр. Қазір мына жерде караокеде өлең айтатын боламыз. Шаршап қалдым, мен білмеймін. Бәріне сәлем, және де бүгінгі күндеріңіз жақсы, керемет, жалтырату болсын. Кеше девичниктен әйтеуір дегенде аман қалып қалдым мен. Басқаларын білмеймін де. Короче, күшті өтті негізінде. Шынымен де жақсы отырыс болды. Одан кейін енді қазір біз бір жерге бар жатырмыз, потому что Тараздан сестренкам келді. 11 бітіріп, выпускница болып жүр екен. Қазір бір жерге баратын боламыз. Қай жерде болады? Короче, біз деген купальникті алдық. Сіздерге қайда барамыз деп айтып қойыппын ғой. Біз қазір шомылуға барайын деп жатырмыз. Барлығымыз жиналып. Қызық болады деген ойдам, потому что дала деген нереально ыстық болып тұр. Бір шомылатын погода болып тұр. Просто
байлаған жоқ қой кім. Аха, давай. Ма. Где спасибо? Где спасибо? А? Я жоқ екен. Не мешайте мне, я кушаю. Biz bәріміз машинаға отырдық, енді қазір апортқа бара жатырмыз. Йоу, сәлем достар. Кішкене басты. Я біз бүгін Майамиге келдік. Наконец-то. Нашта барлығымыз жинап жатырмыз. Чо там? Бәрі андай үндемей тұр. Мен ұзақ ойландым, историямды қалай бастасам екен деп. Анда бардым, мында бардым, сандалдым, Астанаға бардым, Ақтауға бардым. Ол историяларды Алматыда да түсірсек болады екен ғой. Майамиге келдік, короче. Енді бартер болмаса да, салып қойық бір. Мен осы жерге бартерге келген болатын. Не? Сен бартерге келгенсің. Короче, қазір Майамиге түсейін деп жатырмыз. Енді, если что, мені жоғалтып алсаңыздар, ренжімеңіздер, кешкісін бірақ шығатын шығармын. Осы айтып қойын деген ғой енді. Солай болады деп.